Қымбатты отандастар, құрметті парламент депутаттары мен үкімет мүшелері. Биыл егемен ел болғанымызға 30 жыл толып отыр. Тәуелсіздік біздің ең қастерлі құндылығымыз. Қазақстан тұңғыш президентіміз елбасының дара саясатының арқасында табысты ел ретінде бүкіл әлемге танымал болды. Ең басты жетістігіміз бір тұтас ел болып, жаңа мемлекет құрдық. Іргемізді бекітіп, еңсемізді тіктедік. Халықаралық қауымдастықтың белді мүшесіне айналдық. Тұрақты қоғам қалыптастырып, орнықты даму жолына түстік. Мемлекеттілігімізді нығайту үшін бір ел болып еңбек етіп жатырмыз. Егемендік дегеніміз жалаң ұран мен жалынды сөз емес. Біз үшін ең маңыздысы әр азаматтың тәуелсіздік игілігін сезіне алуы. Оның басты көрінісі елдегі бейбіт өмір, қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштық. Сондай-ақ халықтың тұрмыс сапасының жақсаруы және жастардың болашаққа нық сеніммен қарауы. Барлық бастамамыз осыған бағытталуда. Қарапайым заттар экономикасы және бизнестің жол картасы бағдарламаларының мерзімін 2022 жылға ұластыру туралы шешім қабылдадым. Бұл мақсатта бөлінетін қаржының көлемі кемінде 1 триллион теңге болады. Жалпы экономикалық дамуымызда оң үрдіс бар екені сөзсіз. Алайда бүгінгі ахуалдың әлі де күрделі екенін ашық айтуымыз керек. Сондықтан мен қарапайым заттар экономикасы және бизнестің жол картасы бағдарламаларының мерзімін 2022 жылға ұластыру туралы шешім қабылдадым. Бұл мақсатқа бөлінетін қаржының жалпы көлемі кемінде 1 триллион теңге болады. Экономикамызға тікелей инвестиция тарту ісін жалғастырудың жаңа тәсілі ретінде стратегиялық инвестициялық келісім ұғымы енгізілді. Квазимемлекеттік секторды оңтайландыру үшін нақты шараларды қолға алдық. Бәйтерек және Қазагро холдингтерін біріктірдік. Еншілес компаниялар 2 есе азайды. Жаңа қуатты даму институтын құрдық. Пандемия кезінде мемлекет азаматтарға және кәсіпкерлерге ауқымды әрі жедел қолдау көрсетті. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы өзінің тиімділігін дәлелдеді. Оны жүзеге асыру барысында 3,5 мыңнан астам жоба іске қосылды. Сондай-ақ 70 мың жұмыс орны ашылды. Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтің жалпы құны 3,5 триллион теңге болды. Бизнестің жол картасы бағдарламасының арқасында 66 мың жоба мемлекет тарапынан қолдау тапты. Бұл 150 мыңнан астам жұмыс орны ашуға және сақтап қалуға септігін тигізді. Для усиления внутренней связанности страны предстоит завершить все начатые проекты по транспортной инфраструктуре. В рамках государственной программы «Нурлы жол» формируется единая транспортная сеть, соединяющая центр с регионами. Реализованы стратегически важные инфраструктурные и социальные проекты. Задача акимов и правительства – запустить аналогичные программы инфраструктурного развития для каждого региона. На местах имеются давно назревшие вопросы модернизации инфраструктуры. Правительству совместно с фондом «Самрук-Казна» следует приступить к реализации следующих масштабных проектов. Это строительство на площадке Алматинской ТЭЦ-2, парогазовой установки, модернизация ТЭЦ-3 и расширение ТЭЦ-1. Введение в строй 1000 мегаватт новых генерирующих мощностей в Южном регионе. Реконструкция кабельных сетей в Алматы и Алматинской области. Общий объем инвестиций в данные проекты составит более 1 триллиона тенге. Совместно со стратегическими инвесторами в различных регионах страны мы введем в строй около
2400 мегаватт мощностей возобновляемой энергетики.